Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен NDVI индексін есептеуді үйренетін боламыз. NDVI индексінің негізгі мақсаты өсімдік жамылғысының қалыпты жағдайын есептеуі және қай жақта өсімдік жамылғысы жақсы өседі, қай жақта нашар өсетінін көрсететін индекс. Яғни соның формуласына тоқталатын болсақ, біз Landsat 8-9-ды пайдаланатын боламыз. Яғни бізге 5-ші және 4-ші каналдар керек. Яғни біз оны жүктеу үшін USGS Explorer'ға қайтадан осы сайтқа кіріп, өзіміздің зерттеу аумағымызды қамтитын бағанағы растрлық түсірістер жүктеп алуымыз керек. Ол үшін USGS Search Explorer'ға кіреміз де, өзіміздің атымыз бойынша логин пароль арқылы кіріп, осы негіз бойынша қолданамыз. Логин пароль арқылы кіргеннен кейін біз осы өзіміздің зерттеу аймағымызды қайтадан маркерлар бойынша қоршап алуымыз қажет. Яғни өзіміз зерттеу аймағымызға барып, соны қоршауға кірісеміз. Көріп отырғандарымыздай өздеріміздің зерттеу аймақтарымызды осылайша маркердің көмегімен қоршаймыз. Енді келесі қадам бізде осы уақытқа дейін сіздер осы data range, cloud cover, results option деген батырмаларды қолданған жоқ боларсыздар. Енді осы жылғы data range дегеніміз қай уақыт аралығын білдіреді. Яғни search from дегенді басатын болсақ, осы жақта бірінші бағанада көріп отырғандарыңыздай бағанағы 1 маусым айынан 31 немесе 30 тамызға дейінгі аралықтарды қамтығанымыз қажет. Cloud Cover бұны әдетте 10-ға дейін түсіреді, яғни бұлттылықтың деңгейі, бұлттылықты қанша пайызға көрсеткілеріңіз келеді, яғни бұлттылық жоғары болса, ол жақтағы есептеу процестері өте төмен көрсеткіште болады. Енді келесі қадам datasetsқа кіріп, datasets'ің ішінде Landsatқа кіреміз. Landsat Level 2, 8-9-ды басамыз да, Results батырмасын басып, осы зерттеу аумағындағы ғарыштық түсірістерді жүктеуіміз қажет. Яғни бұл жақта біздер бір аймақты қамтитын бірнеше түсірістер болуы мүмкін. Сол үшін сіздер осы табанмен осы барлық аймақтарды тіркеп алуларыңыз қажет. Мысалы, осындай тек бір ғана бөлік кіретін аймақтар бізге қатты қажет емес. Осылай белгілеп аламыз. Қажет емес. Яғни осы түсірістерді біз жеке-жеке жүктеп алуларымыз қажет. Алайда алдындағыдай тек бір ғана түсіріс бұл жақта қамтылмайды. Бұл жақта мультиспектральді түсірістер. Мультиспектральді түсірістер дегеніміз ол жақта бірнеше каналдың жиынтығынан тұрады. Енді осы жақта бізге қажетті тек белгілі бір каналдарды жүктеу үшін select files'ты қолданамыз. Select files осы жақта көріп отырғандарыңыздай бізге тек 4 пен 5-ші канал ғана қазірше керек. Осы 4 пен 5-ші каналды таңдаймыз да, тек екеуін ғана жүктеуді бастаймыз. Download all selected now дейміз. Окейді басамыз. Бізде сәйкесінше жүктелу процесі сәтті басталғандығы туралы ақпарат беріледі. Көріп отырсыздар, иә? Енді осы қабат, яғни осы аймақ қамтылғаннан кейін қалғандарын да осы негіз бойынша жүктеп алып өңдейміз. Енді көріп отырғандарыңыздай растрлық түсірістер сәтті жүктелген байқаймыз. Енді осы деректерді біз 5-ші каналды бір мозаикаға, 4-ші каналды бір мозаикаға құрастыруымыз қажет. Ол үшін add data бағанағы загрузкима сіздерде қай жерде соны осы жаққа көшірсеңіздер болады. Егер бұл жақта өте үлкен болып жатса, оны тек перетаскивать етіп, осы жақтан былай қолмен көшірсеңіздер болады. Яғни бұны ашып, енді қараңыздар.
мына жақта сіздер ең басында белгісіз болуы мүмкін қай канал екендігі, яғни сол үшін оның толық аттарын шығарып алуларыңыз қажет. Шығару үшін мысалы мына жақта көріп отырғандарыңыздай төртінші канал, төрт, төртінші канал, төрт, төрт. Енді осыны былай көшеміз. Енді біздің каналдар сәйкес осы бір қатарды құрастыратын болды. Ал сіздерде бұл толық облысты қамту керек. Яғни бұл 2024, сіздер 2020, 2025 осы 5 жыл аралығындағы өзгеріс динамикасын анықтауларымыз қажет. Енді осыны алдындағыдай негіз бойынша ArcToolbox'қа кіріп, жеке-жеке мозаикасын құрастырамыз. Мозаиканы құрастырған кезде Data Management Tools тура бағанағыдай растерға кіреміз. Растердің ішінде raster processing, raster dataset, mosaic to new rasterді басамыз. Осы жақта осы үшеуін input rasterға көшеміз да, output location бұны өздеріңіз таңдасаңыздар болады. Desktop, проект, настройка из приложения, растер. Растердің ішінде тағы да бір папка ашамыз, ол NDVI деп ашамыз. Осы NDVI-ға add басамыз. Raster dataset name біз extension атты бағанаға өзіміздің облысымыздың атын лансат, қай лансат, яғни 8 болса 8, 9 болса 9, осылардың барлығын жеке-жеке көшетін боларсыздар. Лансат 9 және band 4 немесе 5 екендігін анықтайсыздар. .tif форматын жазуды ұмытпаймыз. Енді осы жақта қай бит екендігін анықтау үшін тура бұрынғыдай properties'қа кіріп, properties'қа кіріп, 16 бит unsigned екендігін анықтай аламыз. Осы жақта біз 16 бит unsigned деп өзгертеміз. 16 бит unsigned. Number of bands бір бола береді. Осылайша біз Landsat 8 ғарыштық түсірілімдерінің 4-ші каналының мозаикасын құрастыруға кірісеміз. Енді параллельно екінші каналды осы жаққа көшіріп, мысалы 5 болса 5-дің барлығын көшіріп, келесі екінші қадамда осы 5-ші каналдың мозаикасын құрастыруға кірісеміз. Оңай болу үшін біздің мозаика tuning raster атты процестің ішіне қайтадан басып, осы 3 растерді алып тастаймыз. Ол 3 растерді алғаннан кейін Landsat 5 деген каналды таңдаймыз. Осы жаққа таңдаймыз да, мына жаққа тек 5 деп оның атын өзгерте саламыз. Окейді басамыз да, біздің деректер сәтті жүзеге асады. Яғни көріп отырғандарыңыздай, біздің бірінші мозаикамыз сәтті аяқталды, және артқы фонды өшіру үшін, артында қара фонды өшіру үшін біз арк-каталогқа кіреміз. Егер арк-каталог сізде жоқ болса, мына жақта стандарт құралдардың жиынтығында арк-каталог атты батырманы басу арқылы сол терезені аша аламыз. Десктопқа кіреміз. Десктопқа кірген кезде өзіміздің папкамызға барамыз. Папкамызға барғаннан кейін raster, NDVI, яғни біздің жаңадан ашылған Landsat 8 band 4 екен каналдығы анықталған. Енді артқы фонды мәнін анықтау үшін мына жақта бізде identify құралын қолданамыз да, осы жақта басамыз, яғни 0 екендігіне көзіміз жеткеннен кейін арк-каталогқа қайтадан барып, Түркістан Landsat 8 band 4 дегенді қайтадан басып, properties'ті басатын болсақ, бізде келесі көрініс табады. Properties'ті басатын болсақ, қараңыздар.
мына жақта бізде no data valued атты бағана бар. Осы жақта edit деп басамыз да, біз оны нольға теңестіреміз. Астындағы Түркістан ланд 8, бәнд 5 деген бағананы қарастыратын болсақ, no data valueға барып, edit деп басамыз да, ол жақта да 0 бағанасына, яғни 0 шамасына өзгертетін боламыз. Енді осы деректердің барлығын біз өшіп тастасақ болады. Өшіп тастағаннан кейін осы жақта add data батырмасын басып, немесе осы жақта арт каталогты тек былай көшетін болсақ, бізде артқы фон сәйкес дұрыс анықталғандығы көрініс табады. Артқы фонды алып тастадық. Яғни негізгі мән бойынша енді келесі соңғы қадамға көшетін болсақ, формулаға мән береміз. Лансат 8-9-да бәнд 5-тен 4 азайтамыз, бәнд 5-ке 4-ті қосамыз және бір-біріне бөлу операциясын орындаймыз. Енді бұл операцияны орындау үшін барлығына түсінікті, барлығына таныс арк Toolbox-тағы бағанағы Special Analysis Tools map алгебраның ішіндегі растр калькулятор құралының көмегіне жүгінеміз. Arc Toolbox-та кіреміз. Special Analysis Tools немесе пространственные анализируемые информация деп беріледі. Кейбір кезде map алгебра, растр калькулятора. Енді осы жақта біз float функциясының көмегіне жүгінеміз. Float бөлу float. Енді float дегеніміз бағана бізде жақша рөлін атқарады. Яғни бұл жақшаға формуладан көріп отырғандарымызда 5-тен 4 азайтамыз, және де 5-ке 4-ті қосамыз. Яғни бірінші жақшаның ішіне 5-тен 4-ті азайтамыз. Екінші жақшаның ішіне кіріп 5-ке 4-ті қосамыз. Кешірім өтінем. Дұрыс, азайту, қосу, бөлу. Дұрыс формула бойынша дұрыс орындадық. Енді float растрдың орнына біз оны басқа жақта сақтауымыз қажет. Land use NDVI. Осы жақта Түркістан жылын жазуды ұмытпаңыздар. Бұл 2025 жылғы NDVI 2025 деп сақтауымыз қажет. Окей деп басамыз да, бізде NDVI процесін анықтау сәтті жүзеге асырылады. Енді көріп отырғандарыңыздай, бізде растр калькулятора сәтті аяқталып, бізде осы зерттеу аймағының NDVI индексін сәтті есептеп берді. Яғни NDVI индексіне мән беретін болсақ, бұның жоғарғы мәндері өсімдік жамылғысының ең сау кезең, яғни жақсы жағдайдағы кезеңдерін көрсетеді, ал төменгі көрсеткіштер минус немесе 0, 0, 1, 0,2 деген көрсеткіштер су, ашық алаңдар және де өте нашар өсімдік жамылғысының жағдайын білдіреді. Яғни бұны түс бойынша бөлетін болсақ, Түркістан NDVI 2025-ің ішіне Symbology кіреміз. Symbology-ның ішіне бұны классификация бойынша 5 классқа бөліп қарастырамыз. Яғни бұл жақта бізде қызылдан бастап жасылға кететін градиентті анықтауымыз қажет. Осыны басамыз, окейді басамыз. Енді қарайтын болсақ, жасыл алаңдар бұл жақтағы ең жоғарғы NDVI көрсеткіштерін көрсетеді. Яғни бұл суармалы егіншілік алқаптары және де көріп отырғандарыңыздай өзен арнасындағы алқаптар, осылардың барлығы жоғары өсімдік жамылғысының өте жақсы көрсеткіштерін білдіретін болады. Енді бізде екінші, яғни бұны біз өзіміздің зерттеу нысанымыз бойынша кесуіміз керек. Яғни мына жақта менде тек бір ғана бөлігі, сіздерде сәйкесінше бүкіл облыстың мозаикасы құрастырылу керек. Яғни бұны сіздерге таныс Data Management Tools, управление данными, Raster Processing, Clip деп басамызда өзіміздің ауданымыз бойынша бөлеміз. Use Input Features. Түркістан 2025 NDVI Clip. Еді басамызда кесу операциясын бастаймыз.
егер де осындай клиптағы белгілі бір келеңсіздіктер болса, онда басынан бастап клипті басамыз да клипқа кіріп, осы жақта естан NDVI 2025 клип деген бағананы ғана алып, мына жақта argis go to default geodatabase-ға басып, осы жақта жазамыз. окейді басамыз да кесу операциясын орындаймыз. Енді кесу операциясы сәтті аяқталғаннан кейін сіздер мынау 2025 қана, енді 2024-ті де Excel-ға салып, осылайша визуализация орындауларыңыз қажет.